құрметті көрермендер. Бүгін мен Жанша Досмұхамбетов атындағы мектеп Бөбекжай балабақша кешенінің 9-шы Б сынып оқушысы Нұрболатқызы Мархабат "Мені отаныма, менің бастамам" республикалық шығармашылық жобалар байқауының аудандық кезеңі "Менің отбасым. Сабақтастық, құндылықтар мен мағыналар" номинациясына 3 ұрпақ жобасын ұсынғалы отырмын. Жобаны бастамас бұрын біз мынандай сауалнама өткіздік. Бұл сауалнамада бірнеше сұрақтармен қамтыдық. Жасыңыз. Бұл сауалнама өткендердің көбі 25-40 адамды қамтиды. Жынысыңыз. Бұл сауалнама өткендердің көбі әйел адамдар екені анықталды. Біз мынадай 4 сұрақтармен осы сауалнаманы қамтыдық. Отбасы құрамы сіз үшін қандай болуы керек? Көп адам отбасы құрамы ата, әже, әке, ана, балалар болуы керек екенін анықтаған. Сіздің отбасыңызда ата, әже бар ма? Көбі "иә" деген жауапты белгілеген. Сіз үшін ата, әже кім? Ата, әже үздік тәлім-тәрбие үлгісі. Сіздің ойыңызша бала тәрбиелеуде ата мен әженің орны бар ма? Көріп тұрғандарыңыздай бәрі "иә" жауабын берген. Жобаның мақсаты қоғам дамуында ерекше орны бар отбасылардың рөлін ашып көрсету. Бір қоғамда тәрбиеленіп жатқан жас буынға тең дәрежеде тәрбиемен қамтамасыз ету. Яғни, кейбір баланың әке-шешесі немесе ата-әжесі болмай қалған жағдайда да біз оларға тең дәрежеде тәрбиемен қамтамасыз етуіміз қажет. Және де дәл осылай тәрбиемен қамтамасыз ету үшін менің жобамды ұсынып отырмын. Менің жобамның өзектілігі отбасында құндылықтар сабақтастығын жалғайды. Бала тәрбиесінде бірізді қалыптасқан жүйені енгізеді. Тәрбиесіне толы қоғам болып көңіл бөлу. 3 ұрпақ жобаны жүргізу барысында мынадай нұсқаларды алдық. Отбасында 3 ұрпақ өмір сүріп жатқан жанұяларды анықтау. Яғни, ата-әженің, әке-шешенің, баланың болуы. Мектептің, ауылдық мәдениет үйлерінің тәрбие жоспарында арнайы жұмыс жоспары бар мектеп ретінде тіркеу. 3. Білім беру мекемесінде тәрбиелік іс-шараларда міндетті түрде бір 3 ұрпақтық жанұя қатысу. 4. Ата-әже тәрбиесімен ортақ сусындату. Аналар мектебі, аталар мектебі, әкелер мектебінің барлық қызметтері мен іс-шаралары бекітіліп, бір арнада өрбуі. Форумдарда осы жоба аясында оздырылады. Жоба біздің өңірде 2023 жылдың 1 қаңтарындағы Өненті ауылында барлық есеп бойынша ауылымызда 998 адам, 240 отбасы тіркелген екен. Ауылымыздағы әлеуметтік орталықтан арнайы бір бос бөлмені біздің жоба үшін жабдықтасақ, 52 жанұядан біріккен белді мүшелерін және талап білдіруші оқушы, студент жастарды қамти аламыз. Біз осы жобаға мынадай жұмыс жоспарын ұсына аламыз. Яғни, бұл жоспарда ұлдарға арналған және қыздарға арналған тәрбие-тәлім туралы. 2 күн ұлдарға арналған болса, 2 күн қыздарға арналған. Ал қалған жұма мен сенбі күні оларға ортақ тәрбие үйрету. Мысалға, 1 дүйсенбі күні ұлдарға қолөнер шебер сағаты. Мысалы, ер-тұрман, қамшы, тұрмыстық заттарды қолдан жасау. Ал сейсенбі қыздарға қолөнер шебер сағаты, тоқу, тігу, тұрмыстық заттарды өңдеу мен пайдаға асыру. Бұл кішкентай нәрсе болса да, біздің қыздарға, ұлдарға да тиімді болады. Себебі біз олардың білмейтін тұстары болуы мүмкін. Ал сәрсенбі күні шаруашылыққа мал шаруашылығы, жеке шаруашылық, кәсіппен айналысу қыр-сырлары. Мысалы, кейбір ұлдар шаруашылықпен айналыса алмауы мүмкін. Ал біз осы жоспарды құрғанда сәрсенбі күні ұлдарға атасынан өнеге алсын деп осы жоспарды қойдық. Ал қыздарға асхана құпиясы, дәмді тамақ әзірлеу қыр-сырлары, үй шаруасын дөңгелетудің тетіктері. Ал жұма күні ұлға ұлағат, ұлға тән қасиет пен мінезі қалыптастыру. Мысалы, кейбір ұл азаматтардан біз қызға тән қылықтарды көріп жатамыз. Сондықтан да осы жоспарға қойып тұрмыз. Ал қыздарға 40 үйден тыйым, қызға тән қылық пен иваны қалыптастыру сағаты. Кейбір қыздар ата-анасына дөрекі сөйлеп, оларды тыңдамай жатады. Сондықтан да біз
осы жұма күніне қоюды жөн көрдік. Ал сенбі күні талап білдірушілердің қалауы бойынша бағыт. Яғни мүмкін олар демалады, немесе қалаған тәрбиесін үйренеді. Қорытындылай келе, ең дұрыс тәрбие үш ұрпақ бірге тұрғанда ғана қалыптасады. Ата, әже, әке, шеше, бала. Мына суретте көріп тұрғандарыңыздай, бүкіл мектепте де тәрбие жөнінде айтатыны анық, ал біз мектепте үнемі осындай форумдарды жиі өткіземіз. Және де менің жобам арқылы бұл мәселелерді шешеміз. Және де тәлім-тәрбиеге бүкіл қоғам ретінде қараймыз. Назарларыңызға рахмет.